Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін хит болып жатқан мынадай сияқты тағы да байламсыз орамалдар бар, түрлі қазіргі хит болып жатқан орамалдарды мата алмай-ақ шығынсыз тігуді үйрететін боламын. Егер менің жаңағыдай қандай орамалдар тіккенім қызық болса, менің каналыма жазылып қоңырау белгісін басып қойуды ұмытпаңыз. Барлығыңыз үйіңізде мынадай сияқты орамалдар, мына түрлі орамалдар көп менде. Мына сол келін болып түскеннен таққан орамалдар, түрлі орамалдар, я тастауға қимайсың. Қазіргі хит болып жатқан тюрбандарды таққың келеді, хит болып жатқан орамалдарды таққың келеді. Мына түрлі орамалдар көп. Осы орамалдардан қазір хит болып жатқан тюрбандарды тағатын, не қылатын боламыз, тігетін боламыз. Мына мынадай да орамалдар бар. Мына және мынадай орамал бар. Түрлі орамалдар көп. Мынаны мүлде вообще таққан емеспін, сатып алғаннан кейін тағылмай қалды бұл. Жалпы дәл осындай орамалдарды тастамай, жаңағыдай іске асырып, жақында шыққан хит тюрбандарды тіккіңіз келсе, үйренгіңіз келсе, менің каналыма жазылып, қандай орамал тігетінімді қарап бақылап отырыңыз. Енді осы орамалдардың ішінен мына орамалды таңдап отырмын бірінші. Енді осы орамалдан хит орамалдың түрін тігетін боламын. Мына өте әдемі былай қарағанда, бірақ тағуға ыңғайсыз. Шашымыздан жаңағыдай алаңсыз қайта-қайта байлап отыруды талап етеді. Сондықтан мен кие салатындай жеңіл тюрбан тігетін боламын.